Русия Владимир Путин'ın келечек сөзде сечимлері халқара дестекке наил олғаныны көстермеге тырышап, тек işgal етілген Қырымға 4 сөзде көзетіжі давет еттілер. Парагвай, Иран, Любнан ве Мальдивден темсілжілер. Хиндистан океанында ерлешкен девлеттен Ибрахим Мухаммед Ход келді. Туневінден берлі оны işgal етілген Қырымның фарқлы ерлеріне чекім тақымынен берабер алып баралар. No, we have not seen anything. Все выглядит вполне обычно, спокойно. Мы были и в Евпатории, и в Ялте, и все было прекрасно. И кажется, здесь будут прекрасные, спокойные и мирные выборы. Қырымның işgalден құртарылығы бойынша мутихассислар огренгеніне көре Ходх Мальдивы Халқара Федерацияға кірген милли қырмызы ярым айның шикает бөлігінің елбасшысы ола. Ама бұна бақмадан тешвиқатчыларнен Сан-Кедерсін Мальдивы Жұмхуретінің ресми темсілжісі кебіллаф етем. Нет никаких проблем, которые могли бы возникнуть между Мальдивами и Россией. Очень крепкие, теплые, дружественные отношения. И у нас многополярный мир, поэтому он не боится никаких. Қырымның Украинаға қайтарылығы бойынша ассоциация Мальдивы Жұмхуретіне мұражат етті. Жавапта білдіргенлеріне көре Ибрахим Ходхның сөзде сечімлерді иштиракы ресми девлет саясеті дегілдір. Ве Ходхның әрекетлеріні тешкілятның ич кодексінің қайделеріне көре тешкережеклеріні қайдеттілер. Кечкенсене Украинаның işgal етілген топрақларында сечім өткергенлері вақыт руслар көзлемжілік üçün ябанжыларыны давет еткенеді. Латин Америкасы ве Африкадан келген маргиналлар рус пропагандасының декорациясы олды. Владимир Путин'ы 15 марттан 17 мартқа қадар кеңесечі жеклер әркеске белі олған нетижелеріні қорчалаған диктатор 2030 сенесіне қадар иқтидарда қалмаған ниетлене. Бойлеже Иосиф Сталинның рекордыны қырмаға істей. Қанунсыз сечім нұқталары işgal етілген Украина топрақларында да, құсусан Қырымда чалышачақ. Ярымадада рус агитацион кәғытларыны ертіп яққанлары вақыт Украина тышышлері назерлігі бұл сечімлерінің қанунсыз олғаныны ве ичбір ұқықи ағырлығы olmağanını hatırlattım. Қырым татар саяси мабюсы Ленур Якубов сербест оны екі авто Ахмеджетнің аписханесінде ичтимаи ақларда Сан-Кедерсін экстремистик месажлар язғаны себебінден туттылар. Руслар месажларында Русияда ясақланған Хизбу Тахрир тешкилатының тимсаллеріні көрген. Ишғалжы Ислам Терек махкемесі филологның хулясаларына есасланып үкім чықарды. Ғалиба тимсаллер бойынша мутихассисларны тапамағанлар. Адвокатның ачық хесассыз даваты зүлігі или бақлы шикаетлерге махкеме құлақ асмады. Ленур Якубовның өзі есе қабатлавларны танымады. Аписханеден шыққан соңра о бұл қарарының шикает етежек. Если это несправедливо, то надо говорить на это несправедливо. Поэтому в данном случае мирное наше решение, мирная наша борьба будет продолжаться. Человек по своей природе должен высказывать свои мнения, выражать альтернативное мнение, иначе мы будем вести просто стадный образ жизни. Ленур Якубов eski Қырымлы фаал ве мешур Қырым татар рессам Нури Якубовның доқмыш қардашыдыр. 29 февраль күні Саба рус işgalчы кувейчілері силахларнен eski Қырымның мұстақил жемиетінің жамесіне ве Ленур Якубов, Изет Сайфулин, Идрис Юрдамов, Шевкет Каимовның евлеріне басып кірді. Бірқач вақыттан соңра белі олғанына көре Сайфулинны işgalчы полис бөлігінден еберділер. Она қаршы қанунсыз денжілік фаалиеті себебінден мемори протокол тызылды. Мұстақил Жемиетнің рейсі Идрис Юрдамов тариф еткеніне көре сөз жамының запт етілуі ақта кетеп, чүнке эки авта евелсі işgalчы муфтият оны өзінің үзеріне қайд етті. Номан Челебиджихан адына Қырым татар табырының байрағыны Киевның Доброволец паркында көтерділер. Қырым ұжымжылерінің тимсалиянда 10 жылдан берлі Украинаны қорчалаған дигер көңілі табырларының янында тұрacak. Зараз наші молоді воїни, кримські татари, громадяни України, вони допоможуть, щоб цей прапор теж був піднятий і був в одній низці зі всіма іншими прапорами.
Украина көңіллі аскерлері күнінде Украина-Азербайжан қардашлық жемиеті 48-ші ұжым батальонының аскерлеріні жесірлік ве жесірет ұнғанларынан тақдирледі. Тешкілетінің рейсі Видади Исрафилов Милли гвардия субайы Виктор Толочканың имзасының мукафатларını берді. О қырымлы аскерлеріні Мубарек Рамазан айынен хайырлады ве тезден Қырымға қайтажақ күнлеріні беклегенini білдірді. Кримсько-татарському батальйону Янорі Слямову. Вітаємо їх сьогоднішньою святою. Я бажаю їм перемогу, обов'язково переможе. І я ще раз хочу підчеркувати, щоб, дай Боже, слідче наше свято було в нашому Криму, в Бахчисараї. Спасибо азербайджанским братьям за эту награду. Для нашего батальона имени Номана Челебиджихана это будет очень важно. И она будет у нас в Крыму, в музее. Мукафатландырылғанлар сырасында Украинаны қоршалаған Азербайджан, Ичкерия, Гүржістан темсилчилері бар еді. Милимеджес рейсі Рифа Чубаровны да қайд еттілер. Мукафатны өзіне алмаға планлаштырмай дегеніне көре орденні Қырымның қаршылығы музейіне бағышлай жақтыр. Дегеніне көре ол Украинада инсанларынан бірлешкенini темсил ете. Оця медаль, яку формально вручили мені як голові Меджлісу кримсько-татарського народу, вона присвячується всім людям, ті, хто живуть в Криму. Номан Челебиджихан адына 48-ші айры ұжым батальоны атеждестек бөлігінден мейданға келді. Табырның темелі қырымлылардыр. Олар жебенің ең sıcak ноқталарында işgalcilерге қаршы женклештілер. Қырым ұжым аскерлеріне қошылмаға яда дестек бермеге істегенлер бұны бөлікнің ресми сайфесіне кіріп яда QR-кодны қоланып япа біле.